Құрметті біздің қарагөз мұсылман бауырлар. Соңғы менің бір-екі постымменен кешегі Евразия арнасында өткен Қосылайық бағдарламасындағы хабарға баруым көптеген адамдардың теріс пікірін туғызды. Жаманды түзету үшін біз салдарымен күресіп жатырмыз. Ол хабарды жабу керек, мынаны істеу керек. Жабу үшін біз бірінші себебін таппаймыз ба? Неге біздің қарагөз қыздар, неге біздің қарагөз балалар саунаға барып күнә істейді? Неге біз оған басында тәрбие бере алмай қалғанбыз? Неге тәрбие бермей жатырмыз? Мүмкін оның басында проблемасы бар шығар, психикасында дұрыс еместігі бар шығар, мүмкін жүйкесінде бір жағдай, отбасында қиыншылығы бар шығар. Осымен емес. Оларды бүгіндегі ана адамдар екіге бөлініп, бір жағы жәннетке баратындар, бір жағы тозаққа баратындар сияқты болып бөліндік. Құрметті халқым, айналайын, сол сенің қара көзің тозаққа түссе, сен рахаттанып жәннетте жүре алмайсың. Сенің бауырың отта шыңғырып жанып жатса, сен рахаттанып Фирдаус жәннетте жата алмайсың. Осыны түсініп алу керекпіз біз. Абай атамыз айтпақшы, әр қазақ сенің қара көзің, жалғызың, басқа жоқ бізде ешкім. Сондықтан сол жерге барған қара көзді тарту, оларды сахнаға дейін сөйлестім, сахнадан кейін сөйлестім, камераның алдында сөйлестім, камерадан тысқары сөйлестім. Неге келдің? Себебіңді айтшы деп әрқайсымен сұхбаттасып, бірнешеуінің бетін қайтарып, бұл нәрседен райын өзгертіп, туралыққа шақыруға себеп болды. Түсінесіздер ме? Ойын қосып, қалжың қосып, жүректеріне жол тауып, неге сен істеп жатсың? Қараңыз, біз ол бағдарламаны жапсақ, басқасы ашылады. Басқасын жапсақ, үшіншісі ашылады. Бізде сол қара көздеріміз соған бармаудың жолын неге іздемейміз біз? Неге тәрбиемен шұғылданбасқа? Неге солардың бетін бері қайтармасқа? Оны қайтару үшін салым білу керек, себебін білу керек. Сол үшін ардақтылар, құрметті халқым, бір кезде бір мектеп, бір ауылда арақты қойдырамыз деп, дүкендегі бүкіл ел ақша жинап, дүкендегі арақты сатып алады. Соны мыжып сындырып бәрін бітіреді, дүкеннің иесі барады да, өтпей тұрған арақ өткеннен барып, тағы да свежий арақ әкеліп қойған екен сіздердің адал ақшаңызға. Тура сол сияқты да біздің бір нәрсені күресем деп жүріп, біз адаммен күресіп кетіп жатырмыз. Бұл дұрыс емес. Ол сенің қара көзің. Біріншіден, келесі жағдайда менің басқа сөздерім тарамаса да, тура сол нәрсені бетіп қойып, қайта пост қылып, мен бір хайп іздеген сияқты, яки болмаса атын шығару емес бұл жерде. Аллах куә, кімнің қандай ниеті бар екен. Сондықтан, ардақты бауырлар, қарындастар, біз жастарымыздың бағытын дұрыс таба білуіміз керек. Олардың жүрегіне жолды дұрыс табу керек, салымен емес. Ол да біздің қара көз, ол да сенің қарындасың, ол да сенің жалғызың. Соларды біз бетін қайтартқанда, солармен тура жол көрсеткенде ғана тура жол өзіміз табамыз. Алла разы болсын.